бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мешітке келсе, жаңа Абу Мама деген сахабасы салы суға кетіп, уайымға беріліп отыр екен. Сосын Абу Мама, намаз уақытынан тыс уақытта сені мешітте қамап қойған не нәрсе дейді. Сен неге мешітте отырсың дейді. Сен намаздың уақытында ғана болуың керексің ғой дейді. Неге күні бойы сен мешітте отырсың дейді. Сонда Абу Маманың айтқан, я Расулалла, ләзимәтне хумуму дүйін дейді. Мен бұны, мен осындай жағдай қалып келген, қарыздарым мен уайым қайғы дейді. Сол жеп болды дейді. Мен осындай жағдайға түстім дейді. Башқа депрессияға түсіп кеткен ғой. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, мен саған бір дұға үйретейін дейді. Сол дұғаны ертелі кеш айтсаң, сен уайым қайғыдан да, қарыздан да құтыласың дейді. Ол қандай дұға? Пайғамбарымыз айтады: Аллахумма наъуду бика минал хамми вал хазан. Алла тағала мені уайым қайғыдан сақта. Ва минал аззи вал касал. Әлсіздіктен және жалқаулықтан сақта. Ва минал жубни вал бухл. Қорқақтықтан және сараңдықтан. Ва мин ғалабаттайни, және қарызға белшеден батудан, уаққақ риджал, адамдардың басуынан сақта дейді. Енді былай қарап алсаң, көбі осы дұғаны мен ауызбен айтсам, болды, мен қарыздан құтылады екем, уайым қайғыдан азат болады екем деп ойлайды. Шын мәнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы жерде 18 нәрсені айтып отыр. 8 нәрсе сенің қателігің, сені осы жағдайға алып келген осы 8 нәрсе деп отыр. Бірінші, адамға кер тататын нәрсе, қарызға батыратын немесе алдыға жылжытпайтын, жетістікке жетуіне бөгет болатын нәрсе, ол уайым қайғы. Яғни біз өткенді өкінеміз, sonra шыға алмаймыз өткеннен. Басымыздан бір оқиғалар өткен, соны ұмыта алмаймыз. Кешіре алмаймыз өзімізді. Анау болмағанды ғой, былай істегенде қалай болатын еді деген сияқты, біз өткенмен өмір сүреміз, болды. Мына жетістікке жете алмай қалған, өз-өзін ұстап тастаған адамдардың көбі өткенін ұмыта алмаған адамдар. Шыға алмайды сол елінен, болды. Бұрынғы бір банкроттар есіне түседі, бір жерде біреуге ақша берген, соны бекер бердім ғой деп қайта-қайта өзін өкіне береді. Құтыламайды. Көресіз, содан өткеннен өкініш, екіншісі уайым. Қалай болады? Қорқа береді, анау қалай болады, мынау қалай болады деген сияқты. Болашақтан ұрады. Сосын бар омнал азз вал касал, әлсіздік. Енді бұл әлсіздік деген нәрсе мен кішкене зерттеп көрдім. Адам неге әлсіз болады деген кезде соны зерттеу керек. Мысалға жаңа сіз айтып отырсыз, энергияның жетіспеушілігі. Ол да бір әлсіздік. Мысалы, сен дұрыс тамақтанбасаң, энергияңды дұрыс қолданбасаң, сен әлсіз болып қаласың. Сен миыңды бәрі қайнап тұр, жанып тұрсың көзің, бірақ энергияң жетпейді. Магний жоқ деген. Мысалы, мен бір кездері өзімді кінәлайтын. Қайрат, сен бұрын еңбек құрдың ғой, жалқау болып кеттің деген сияқты. Кейін қараса, мен денсаулығымда бір проблема бар екен, энергиям жетпейді екен жаңа істеуге. Магний жоқ, көресіз, денсаулығымда проблема бар екен. Сондықтан әлсіздік, пайғамбарымыз әлсіздікті айтып отыр. Немесе үйіп төгіп, шамамыздан келмейтін нәрселерге жүгіреміз, бәрін ананда істеу керек, мынаны. Ана меломан тобындағы Ролан деген жігіт бар. Сол айтады, Қайрат аға дейді, мен неше түрлі мотивациялық кітаптарды оқыдым дейді, ананы оқыдым, мынаны оқыдым дейді. И қатты не қылып алдым дейді, андай желание ұрып тұр дейді. И көп нәрсені өзіме міндеттеп алдым дейді, бизнес жағынан, өнер жағынан. Ең соңында депрессияға түстім дейді, жаным. Дірілдеп қалдым дейді, жаным. Денемде көтере алмай уже. Кейін барып өзім есім жиді дейді. Сондықтан әлсіздікке түсіп қалмау керек жаңағыдай. Бәрін ретін білмесең, Абай айтады ғой, ісің өнімді болсын десең, ретін тап дейді. Көп адам ретін таппай әлсіз болып қалады. Одан кейін барып жалқаулық. Мысалы, жалқаулықтың да себептері жаңа энергияның жетіспеушілігі, басқа көп қой оның себептері. Одан кейін барып омна жубнул бухл. Сараңдық. Жүбін, қорқақтық. Бухл, сараңдық. Мысалға мен сараңдықты көп адам түсіне бермейді. Бизнесте кері кетуінің, банкрот болуының негізгі себептерінің бірі сараңдық. Тапқанмен бөлісе алмайды. Қарамағындағы адамдарды бағалай алмайды, партнерларын бағалай алмайды. Тек қана көрпені өзіне тарта береді, сараңдық танытады. Ең соңында жаңағыдай не жоқ, нетворкинг жоқ, адамдармен байланыс жоқ. Сыйлық бермейді. Сыйласа алмайды, араласа алмайды деген сияқты. Бұлардың бәрі неден келеді? Бөлісе алмаудан тұрады. Жаңағы
жомарт емес, сараңдықтан келеді. Одан кейін оның ғалабат дейді, ақшаны дұрыс қолдана алмайды, бар құсатып қолдана алмайды, бар ақшасы. Ғалабат деген сонда? Ғалабат қарыздың басуы, қарызға бату ғой. Ғалаба деген сөз басу. Соның астында қалу, қарыздың астында қалу башқұртстан. Финансовый грамотность, грубо говоря, да? Иә, финансовый грамотность болмаса, сіз жетістікке жете алмайсыз. Бар нәрсені ұқсатып қолдана алмайсыз. Шашып жібересіз, білмейсіз, қай жерде қарыз беру керек екенін білмейсіз, қай жерде жұмсау керек екенін білмейсіз. Ысырапқа барып қалуыңыз мүмкін, басқа болуы мүмкін былайша айтқан кезде. Одан кейін уаққахриджал, адамдардың басыну дейді да. Шынымен біз кейде көп адамдар есесін жіберіп қояды адамдардан. Біреудің сөзін алданып қалады, біреудің басқасын алданып қалады. Или жаңа сияқты отказ бере алмайды, жоқ дей алмайды. Жоқ дей алмайды былайша айтқан кезде. Соның бәрі былайша айтқан кезде адамдармен коммуникацияның дұрыс қоя алмаудан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір ғана хадисте жетістікке жетудің бүкіл себептерін және бөгеттерін түсіндіріп берген. Оны әр дұға еткен сайын сен соны ойланып дұға жасайтын болсаң, сен солардан құтыласың. Ол саған аффирмация былайша айтқан кезде. Мыналардан құтылу керек деген сөз. Қарта жылайын саған десең керек болса. Мен аға 275 миллион қарыз алдым ғой. Содан бұл хадис, бұл неде мен бұл дұғаны менде бірақ соңғы екеуі жоқ екен. 5 нәрсе дейді. Мен мұны бар ғой, 5 ай оқыдым ғой. Тоқтамай. Мен ана жаңағы сияқты, жаңағы сіз маған айтып тұрсақтыз сол кездегі. Мен оқысам кетіп қаламын деп ойлайсың ғой енді. Дұғаның бір табиғатында оқу бар ғой енді. Оқым жоқ, жағдай төмен, Мейірбек мырза кредит алып маған ақша кетіп береді. Жағдай төмен болып барады, оқыған сайын төмен болып барады. Сосын бір күні келіп, мен арабшасын оқи бергенмін ғой. Арабшасын оқи бергенмін, мен қарыздан шығатын дұғалар арабшасын алып оқи бергенмін. Логично. Бүгін осы бір переводын көрейінші дедім ғой мен. Сөйтіп переводын ашып оқимын. Оқысым жаңағыдай ғой, қорқақтық бір нәрсе дейді. Не қылып сөйтіп жаңағыдай. Кейін әрқайсысын жеке-жеке тоқтадым. Уайым болса, өткен шаққа байланысты, оказывается, адамның өкінеді екен, кінәлі сезінеді екен, сосын не екен? Кінәлі сезінеді, өкінеді, ұялады деген сондай бір нәрсесі бар екен. Болашаққа байланысты қорқады екен. Соның жаттығулары бар, техникалары бар. Соны не қылып, кейін жомарт деген байланысты өз-өзіңізді жұмыс жасадыңыз ғой. Иә, дойлалар бөле бастадық, неге маркетингке бөле бастадық. Біз, оказывается, менің проблемам, мен маркетингке жұмсамай ақша табамын деп ойлайды екенмін. Соның бәрін істеп көрдік, Құдайға шүкір, бір жарым жылда ойлаңыз, 275 миллион теңге Алла тағала жүр. Кейбіреулер кешірді, өйтті, мен кешірді, не қылды. Мынау хадис енді нереальный хадис. Мынау хадистің өзімен ақ шынымен де. Мен осыны бір 2 айдай ма әр жұмада түсіндірдім. 8-іне бөліндім ғой. Әр жаңа 8-ін бір аптаға, 8-дің біреуін бір аптада түсіндіруге тырыстым. Шынымен ақ біз ісіміз кері кетіп жатса, осы дұғаны бір қарау керек. Қай жерінде біз кемшілік бар?